Түркістан облысына қарасты Мақтаарал ауданындағы Атакент елді мекенінде орналасқан мынау соғыс ардагерлеріне арналған аллеяға және лотоктарға мемлекеттің тарапынан 154 миллиондай қаржы қарастырылды. Аллея бітті. Біз не көріп тұрмыз? Мынау көлікке арналған автотұрақтың өзі 700 шаршы метрдей болуы тиіс болатын. Біздің санауымызша 430. Қалғаны қайда? Асфальттың сапасына келетін болсақ, айналайын-ау, мынау кәдімгі тікенегімізбен жып-жұмсақ шөбіміз тесіп өтіп жатыр ғой. Соншалықты міне мынандай жарылып жатыр. Бұл жерден де бір шөптер шығуы ықтимал. Мынау қандай асфальт болды жалпы? Биыл салынған көлікке арналған автотұрақ ендігі жылы газон болайын деп тұр ма? Аллеяда 6 миллионға 4 маф орнатылу тиіс болатын. Біз мына екеуінен басқа ештеңке көріп тұрған жоқпыз. Сметада елік, шаңырақ, моншақ және тутұғыры көрсетілген. Қайда? Атакент кентінің әкімі лотоктың үстіне лоток тастағанша, өздерің сметада көрсеткендей ПГС тастап, трамбовка жасап, лоток қоюға неге дергі? Мақтаарал ауданы Атакент кентіндеміз. Мынау базарда арық орнатылған болатын жаңадан. Алайда сметасы бойынша мынау тұрған ескі арықтар алыну керек болған. Ескі арықтар алынып, астына тас төселіп, мынау жаңа арықтар жерге сіңіп кетпеу үшін. Содан кейін жаңа арық қойылу керек болған. Алайда не тас төселмеген, не ескі арықтар алынбаған. Мынау жаңа арық, мынау ескі арық. О заманда, бұл заман 21 ғасырда көп қабатты үйлердің сулары канализационный қайда ағып жатқан білесіздер ме? Көргесіздер ме бұндайды? Кәдімгі арыққа ағып жатыр. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где